көрермендер, мынау 8-ші рет өткізгелі отырған 16 жылда Ақтөбеде, айтқыштар Ақтөбеде атты фестивалінің ашылуымен және бүгін кешке 2 сағаттан кейін жабылуымен құттықтаймыз. Негізі осындай іс-шараның арасында мықты азаматтар жүреді, өздеріңіз білесіздер. Фестивалды ұйымдастыратын, конкурсты ұйымдастыратын мықты азаматтар осында отыр, төрде отыр, жюри болып отырған азаматтар, қыздар бар, айналайын. Соларға бәріне рахмет айтамыз. Ал енді соның ішінде әрине әуелі бір Алла, соның ішінде бір азаматқа өзім риза боламын. Оның қазір атын атпай қойын, қазір айтам біраздан кейін. Ол азаматты барлықтарыңыз білесіздер. Бірақ енді қазір мен достық әзілмен сол азаматты тағы да бір тереңнен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Сатираны қару қылған әлімжеттік бар кезде, Ақтөбеде жігіттер бар, шымшып алар әр кезде. Тілінің ау тікені бар, шағып алар әрдайым. Бұл жігітті әдемілеп қазір мен ақ айтайын. Күлкіні жүрген құшақтап, арсызды жүрген пышақтап, тоңқайып тұрған түсіндей, бұл сатирик менің әлі есімде. Беу Нұрлыбек жұбатқан, қорқауларды шулатқан, әжесінен қалған қасиет, түс көріп бәрін сұлатқан. Туа сала бұл бала, сырғып түсіп гамажға, қағаз қалам сұраған. Үңгәләудің орнына қарқ-қарқ күліп жылаған, қаламға мініп жарысып, сықақ жазып тулаған, міне сондай бұл адам. Нұрлыбектің басы емес сатира. Қазіргі түргелбеті, ана жерде отырған қазіргі түргелбеті құрт зауыты қатира. Шаш емес әр талы кірпі, қас емес қанжар, езу емес күлкі, бірі май, бірі қан ұрты, шыққан жері чики-чики деген жұрты. Әкім бұл десең болмайды. Айналайын Нұрлыбек, міне теңге, евро, доллар, пара деп пара берсең алмайды. Тек қана әзіл оспақтың етімен шұбатын аш бөрдей жалмайды. Періштесі еркектің солға сірә бармайды. Ауылдағы айтқыштарда ең алғашқы кітабы. Ауылдағы айтқыштарда өзі ғана сайрайды. Ең соңғы шыққан кітабы Түйреуіште нервіңде біраз ойнайды. Одан қолы босаса, ән шығарып, ән айтуын әсте және қоймайды. Ең соңғы айтар сөздің тоғетері: не үкіметті мақтамайды, не жағымпаздарды жақтамайды, не жемқор болмайды. Бүйтіп жүрген Нұрлыбек президент болып оңбайды. Ақтөбеге айтқыштардың басаяғын жинаған, Ақтөбеге әзілкештер елімізден келгендей, қуанышы қолына, қойнына, молынан ау сыймаған. 2003 жылғы жыл адамы, жазушылар одағының мүшесі, өзі актер, өзі автор, өзі директор, ешкімнің еш нәрсесін, біреудің бір нәрсесін қысқанбайтын мәдениет қайраткері Нұрлыбек Жұбатқан деген біздің сыйлы осы адам. Нұрлыбек Жұбатқан деген біздің осы сыйлы адам. Ақтөбеге әзілкештер елімізден келгендей, қуанышы қойнына, молынан ай сыймаған. Ей, біздің Нұрлыбек Жұбатқан деген біздің осы сыйлы адам. Асеке, осы сыйлы адам. Айгүл айналайын, осы сыйлы адам. Нұрхан айналайын, інім, осы сыйлы адам. Нұрлыбек Жұбатқан деген осы біздің сыйлы адам. Дархан Дайырбек, Алматы қаласы. Жазушы сықақшы Сейіт Кенжеахметов атындағы арнайы жүлде Дархан Дайырбек, Алматы қаласы. Дархан Дайырбек, Сейіт Кенжеахметов атамыздың сыйлығына ие болды.